Енді көбісінің қойып жатқан сұрақтарына жауап берейін. Лимон маркетплейске қаншамен кіреміз? Бұл жерде орын алу үшін әрине 3 түрлі карталар бар. Серебряный карта, золотой, бриллиантовый карта деп. Қазір акция жүріп жатыр. Акция бойынша кіретін болсаңыздар, сіздер серебряный картаға кірсеңіз, компания сіздің картаңызды золотой картаға өсіріп береді. Золотой картаға кірсеңіз, бриллиант картаға өсіріп береді. Яғни бұл карталар сізге не береді? Бұл карталар сіз ссылкаңызды таратқан кезде 3 линиядан табыс табуға мүмкіншілік беріп тұр. Бірінші линиядан 3% әрбір елдердің алған товарынан сіз 3% табыс көресіз. Екінші линиядан әрбір елдердің алған товарынан 2%-тен алып отырасыз. Үшінші линиядан тоже 1%-тен алып отырасыз. Мінекей, осындай мүмкіндіктерді жіберіп алмаңыздар. Тағы да қайталап айтам, біздер адам шақырып жатсақ, біздер акционерге жұмыс жасап жатырмыз. Мына маркетплейстің товар оборотынан дивиденд көріп отыру үшін, ал сіздер адам шақыра алмайым десеңіздер, оларға да сондай жұмыстың көзі бар. Яғни сіздер адам шақырмасаңыз да, мінекей, ссылкаңызды таратып жібересіз, бір ай уақыт береді, бір айда сіз ссылкаңызбен бөлістіңіз елдермен. Өздеріңіздің таныстарыңызға, WhatsApp-қа, группаларға, соцсеттерге бөлісесіз. Сол арқылы мінекей өмір бойы түсіп тұратын пассивный доходқа шығасыз. Бұл деген үлкен мүмкіншілік. Бұл жерде қорқатын түгі жоқ, бұл интернет-магазин. Қазір елдің бәрі интернеттен алады ғой. Сондай заманға кеп тірелдік қой. Тамақ алса да интернет арқылы, киім кисе де, мебель алса да, не алса да интернет заманы, интернеттен алып жатады. Қазір магазин, базарларда распродажа дейді, бутиктер жабылып жатыр, саудалары жүрмей жатыр, өздеріңіз де білесіздер. Неге? Өйткені барлығы интернеттен алады. Ыңғайлы өздеріне. Сондықтан да мынандай мүмкіндікті жібермеңіздер. Бұл сетевой емес, бұл интернет-магазин, сауда орталығы. Бірақ сізге ешкім саудамен айналыс деп міндеттемейді, өзіңіз білесіз. Хотя ана жерде 5 миллион товардың түрлері бар. Алып сатам десеңіз де арзан бағада, заводтың бағасымен тұр. Алып қымбатқа сатсаңыз да өз еркіңіз. Алмайым десеңіз, пожалуйста, адам шақырмасаңыз да сіз ссылкаңызбен жұмыс жасап, табысыңызды көресіз. Хабарласыңыз.